Tiriler өлілердің көзін жабады, өлілер тірілердің көзін ашады. Салмақтылық эмоциядан күштірек, үндемеу айғайдан қаттырақ, елемеу соғыстан қорқынышты. Ең үлкен қателік жасаудан қорқу. Ұлылық деген мәртебеде не лауазымда емес, соған лайық болуда. Ең әдемі көздер көңілмен күлетін адамның көздері. Жоғалтулардың ішінде ең сорақысы уақыт жоғалту. Тәттіге ащымен төлеуге тура келеді. Адамдар сен айтқанды ұмыта алады, сен істегенді ұмыта алады. Бірақ сенің оларды сезінуге мәжбүр еткеніңді ешқашан ұмыта алмайды. Әрбір бақытсыздықтың мөлшері оның болмысында емес, адамда қалай шағылысып көрініс табатынында. Көңіліңді әркімге бір ауыртып шаша берме. Қайта оны сені түсінетіндерге, сені бағалайтындарға жұмсауға сақта. Әйелді ренжіткен адам оны туғанды, оған туғанды және одан туылғанды есіне алсын. Неке деген бұл маңызды да жауапты қадам. Бірақ оны аттауға енжар мінезділер мен тұрақсыздардың ғана батылдығы жетеді. Дәлелдеп шығу деген тек теоремада ғана керек. Ал жеке қатынастарда не сені түсінгісі келеді, не келмейді. Одан басқалары бос әурешілік. Рухтың өлмейтініне ешқашан өлім туралы ойлап көрмеген адам ғана сенбейді. Жүгіріп бара жатқан ғана құлайды, жатып, жорғалап бара жатқан құламайды. Шынайы махаббат барлық ауыртпалықты көтере алуға көмек береді. Өз жолымен бәрі жүреді, бірақ әркім ақ дұрыс бағыт таңдай бермейді. Кімнің күштірек екені, кімнің ақылдырақ, кімнің әдемірек екені және кімнің байлығы көбірек екенінің не айырмашылығы бар? Осының бәрінен кімнің бақыттырақ екені маңызды емес пе? Сені сатып кеткенде, сен еш нәрсеге қарамастан онымен қарым-қатынаста болғың келіп, оған бақыт тілесең, онда сен не әулиесің, не ақымақсың. Мыңдаған шамды бір-ақ шаммен тұтатып шығуға болады. Одан шамның өмірі қысқармайды. Бақыт пен қуанышты бөліскенде де ол азайып қалмайды.
Көп күтүүден мінез құлық қатайып піседі, бірақ үміт әлсіреп, махаббат жойылады. Біз неге дұға еткенде, армандағанда, тіпті сүйіскенде көзді жұмамыз? Өйткені өмірдегі ең жақсы нәрселерді біз көрмейміз, жүрекпен сеземіз. Орындалған арман мен алақандағы құстың арасында тіке байланыс бар. Кейін оңай болсын десең, қиындықтан қазір өт. Ешкім маған ұқсамайды, мен де ешкімге ұқсамаймын. Мені әркіммен салыстыра беру мағынасыз. Біздің қолымызда дүние орнығуы үшін жұдырық түйе бермей, небәрі алақанды ашу керек. Кім дүниені аз таныса, оның алдында тізе бүгіп, оны сүюге бар. Ал кім дүниені жақсы таныса, бәрінен бұрын одан қашуға бар. Өз-өзіне күле алмайтын адамдармен қарым-қатынас жасаудан қашуға тырысамын.